2 ай болды. Құдай-ау, білмесеңдер білетін адамды алып беріңдерші. Қолдарыңнан келмей ме? Келіп айттым мен 2 ай сен. Қашан тосамыз, қанша тосамыз? Білетін, неужели осы Қазақстанда білікті бір азамат жоқ? Айналайындар, қойындар деп айтатын. Неужели бір бас көтеру азамат жоқ? Шарша кеттік қой. Мұна азаматтардың бәрі, мұна осы азаматтардың бәрін тоқтатып тұрған аналар, әйелдері, қарындастары, неге десе біздің азаматтар анасын сыйлаған адамдар. Айналып кетейін, жамандық шықпасын, солтүстік шықпасын деп әйел адамдар тоқтатып тұр. Но не дай Аллах әйелдер көтерілмесін. Әйелдер көтерілсе, балалар үшін, мынау залатарың бүгін болмайды. Тоқтата алмайсыңдар әйелдерді. Тоқтата алмайсың. Жанымды қиям, но жерімді бермеймін. Жерімді бермеймін. Ал анандай жәнегі условие болса, біздің ауылға аттап баспасын. Тура олар қалай заборларын қорғап отыр, мен де сөйтіп ауылымды қорғаймын. Потому что мына каждый таста менің балам ойнайды. Каждый жермен менің ата-анам жүреді. Менікі осы сәттен бастап онша олар кірмесін. Мұна магазинге де кірмесін. Сауда жасамасын. Олар сізді күн көргенбіз, ары қарай күн көреміз. Ал сіз маған ұрыспан деп отырсыз ғой. Мен сізді түсінемін. Сіз де біреудің баласысыз, біреудің азаматысыз.